Ассалаумағалейкум достар, бүгін біз сіздермен Black Russia'да 0 теңге баланстан ешқандай ештеңке баланста 0 теңгемен көріп тұрғандарыңыздай осындай 0 теңге баланстан миллион теңге балансқа жететін боламыз. Ал қазір міне баланста көріп тұрғандай 0 теңге және де ешқандай да скутерге де ақша жоқ. Ал мен бұл неде ешқандай да өзімнің машинамды ештеңені қолданбайтын болам. Ал онда біз жұмысқа кеттік. Ал мен такси жұмысын істейін деп жатырмын. Және де таксиге бару үшін бізге машина керек, ал бірақ менде 0 теңге және машинаны алайын десем де ақша жоқ. Негізінде жалпы біз машина болатын еді, тегін болатын, неден беретін, күн сайын беретін, бірақ ол енді бүгін жоқ болып тұр. Сол үшін мен жаяу барамын. Бірақ менің жаяу барғанда негізінде қазір кубок шторма болып жатыр және одан мен ақша аламын дегенге ғой. Соны мен неге енді пайдама асырмасқа деп ойладым да, және қазір кубок штормадан біз ақшаларды алатын боламыз. Және біздің бірінші 35 мың теңгеміз бар, бірақ енді ол әлі миллионға дейін қанша бізде 975 мың 985 мың теңге бар әлі. Жалпы енді әлі қаншама ақша керек, енді оны табатын боламыз. Ал сіздер видеоны ұнап жатса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Ал онда біз кеттік, видеоны соңына дейін қараңыздар, бәрін нақ көрсететін боламын. Қазір мен тағы да ақша алып жүрейін, енді беріп тұрғаннан кейін мүмкіндік болса алған дұрыс, неғыда пилд алып жүреміз қазір. Ал ендеше достар, біз кеттік, онда ары қарай іске неғылайық, жұмыс жасайық. Қазір мен балансымда енді 70 мың теңге болады. Қазір 35 мың теңге бар. Негізінде маған машина алу керек еді, бірақ бұл ақшаға машина аламайтын сияқтымын. Блэкбастан да бірдеңке пайда көріп не алайын десем, Блэкбасты да бітіріп тастаған мен қазіргі таңда. Ал ендеше біз 30 күнмен осыларды алып такси жұмысына барайық достар. Такси енді жалпы айтқанда менде қазір ешқандай да машина жоқ, тегін болатын, неден келетін. Сондықтан мен өзімнің машинамды қолданатын боламын. Енді өзімнің ақша таптық, енді машина бар болып тұр. Негізінде машинаны тегін шығару керекпіз. Күн сайын андай машина береді тегін. Ал мен осы жолда медкарта алып алайын дедім, себебі қазір кейбір жұмыстарға медкарта керек болады. Оған ол медкарта болғанға дейін мен барып таксист болып жұмыс жасайын. Кеттік онда таксистке. Мінекей таксист жұмысына да келдік, қазір кіретін боламыз. Айтпақшы, мен такси жұмысынан шығып кеткен екенмін, қазір таксистке кіретін боламыз. Иә, таксист. Так, болған сияқты. Чатты оқып жүйрік. Иә, міне такси жұмысына кірдім мен. Енді заданияларды алып, өзімнің машинам болмайды екен. Так, B39-ды алдық, заказ қабылдадық, кеттік онда. Енді жұмыс істеу, такси жұмысы өте қатты қиын емес, оңай емес. Оңай емес болғанда негізінде әшейін машинамен айдап жүресің, медкаларға барасың, өте қызық жұмыс. Бірақ мына жерде түсінбедім мен не болғанын. Достар, қараңыздаршы, кетіп бара жатырмын, машинамен неғып болдық. Мен сосын енді машинамды қайта жөндеп көрдім. Жөндесем жөнделмейді, қарасаңыздар түтін шығып тұр. Мынау подкейн дейді, түсінбедім мен айтқанын, орысша қатты түсінбеймін. Сөйтіп қайттан машинамды жөндеп көрейін дедім ремонтный набормен. Міне қараңыздаршы, міне достар, жөндедім. Жазу машина нет дейді. Қасымда машина жоқ. Сонда машина. Бір кезде машинаның үстінен шықтым. Осылай бак болып, бір кезде машинам жоқ болып кетті. Сосын мен атып тастады. Бірақ мен сөйтіп жұмыс жасап жүріп, ақыр соңында достар, мен 100 мың теңгеге жеттім. Көрсеңіздер, міне балансымда. Қайттан барып таксистің жұмыс жасап жүрген кезде, қайттан сол жерге барып машинам бұзылып қалды. Сөйтіп енді медкартамды күттім қазір. Медкартамды алдым. Және мен медкарта алғаннан кейін бірден өзімнің сүйікті жұмысым дальный очередь жұмысына келдім. Және бұл жерде бірден грузовик неғылып, обычная руда алып, сол заказды алып, ағарай жұмысқа аттанатын болам. Енді қазіргі таңда менде 100 мың теңге, әлі 900 мың теңге бар енді, бірақ біз берілмейміз, өйткені миллион теңгеге жету мақсатымызды видео басында айттық және оған жететін боламыз. Ал сіздер видео ұнап жатса, каналға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Ал мен 2x купонды жасап алдым. Ақшаны көбірек алу үшін. Енді бұл негізі бүкіл адамда болу керек зат. Енді
замечокторго да тегин берет арасында X купонду. Ал так крузовикти крузда алып алайык. Ал кеттик онда биз. Мен сиздерге энди бүкүл процессти көрсөтпөй ак коеюн. Видео өтө узак болуп кетти және көп сүйлөп кеттим. Так, крузду алып алдык. Ал эндеше кеттик онда достор. Және үйүп кетип баратсам достор, мен жолда мындай дагы кайта мешет этетін адамдар болду. Адийише сени осындай маган өтө көп мешать жасап, конкретно осындай өтө кыйын жагдайлар болду. Типти мен биринчи заказымды энди баштап жатырмын. Чыга салысымен бирден осындай адамдар не кылды энди. Bunday адамдарга не истейбиз энди? Башка амал жок, жиктер. Міне энди биринчи заказымды аяктоого кеп калдым. Так, міне кеп калдык достор. Так. Артель дегенде биринчи заказымды ар жерден отур жолдар менен жүрүп артель дегенде биринчи заказымды жасадым. Ал энди достор, бул менин соңку заказым. Және соңку заказды осылай жасап бизде миллион теңге болду. Және де достар, енді бәрінде айтқандай, дальнобойщик жұмысы өте жақсы керемет. Міне көріп тұрсаңыздар басында менде 0 баланс болды. Ал соңғы жағында көргенде 1,90,000 баланс болды. Егер де видео ұнаса, лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер. Егер де осы видеоға 500 лайк жинайтын болса, мен осы миллион теңгені 2 миллион теңге қылатын болам. Және видеода мен қалай миллион теңгеге 40 минуттың ішінде жай ғана жеткенімді көрсететін болам. Енді сіздерге көп процессті көрсеткен жоқпын, бірақ негізінде қалай оңай жетуге және оңай жолдармен жүруге бүкіл секреттерді айтатын боламын. Ал ендеше сау болыңыздар. Видео болса каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.